Құрметті көрермендер, мінекей бүгін 4 мамыр 2023 жыл. Көріп отырсыздар, бүгін жел өте қатты тұрып жатыр. Бүгін кешкі сағат 8 шамасында мінекей Түркістан қаласындағы мына коммунизм аумағында Отырар мөлтек ауданына қарасты мына Оразкелді Датқа көшесінде желдің білмедім не себепті желдің тұруына байланысты ма басқа да жағдай ма, оны анық-қанығын біле алмадық. Бірақ дегенмен осы көшенің тұрғындарының тұрмыстық техникалары, мына жарыққа байланысты тұрмыстық техникалары күйген екен. Осы көшенің өзінің тұрғынымын. Көршілер шығып осындай арыз шағым жазайық деп мәселе қозғап жатыр. Сондықтан мына видео түсіріп жатырмын. Мен де осы блогер ретінде қазір полиция қызметкерлерін шақырдық көшеге. Көшеде осы көршілер жиналып, кімнің тұрмыстық техникалары күйді, оңтүстік жарық жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ме еді, әйтеуір осы жарыққа байланысты құзырлы органдарға қазір өз арыз шағымымызды жазатын боламыз. Осы күйген тұрмыстық техникаларды өтеу мақсатында. Бізбен бірге болыңыздар, көрермендер. Видеоны ары қарай жалғастырамыз. Қазір полиция қызметкерлері келіп, қазір арыз шағым алатын болады. Мен осы толықтай видео түсіріп, осы мәселені соңына дейін апаруға сіздерге уәде беремін. Және осы видео түсіріп, әрине сіздермен бірге байланыста боламыз. Бізбен бірге болыңыздар, өйткені біреудің кредиті бар, біреу ақшалай сатып алған дүниелері, сондықтан ол ауадан келген жоқ. Өтеуін кім өтемек? Бізге ескерту жасау керек еді. Міне жарықтың мәселесінде осындай тұрмыстық техникалар күйіп жатыр. Бұл бір рет қайталанған дүние емес. Бұның алдында да сондай нәрсе болған, біз ешкім шағымданбады. Мен өзімне кір жуғыш машинасы, басқа да дүниелер осында күйген болатын. Қолдан өзімізді қалтамыздан жөндеп, мына көршілерімізде холодильник, тоңазытқыштары күйді. Олар да өз қалталарынан барлығы жөндеген болатын. Енді міне екінші рет, аз уақыттың ішінде екінші рет қайталанып жатыр. Өйткені өтеу керек мына жарық. Біз барынша әрекет жасайтын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар ағайындар. Қазір ағайындар осы жарыққа адамдарға байланыс жасап жатырмыз. Қазір 102-ге де қоңырау соқтық. Қазір операция барысын, жұмыс барысын сіздерге осындай толықтай видео көрсететін боламыз. Көшесінде осындай ток столбылары жүрген екен. Міне байқасаңыздар, столбыдағы 4 сым желдің қарқыны басылған сәттегі көрінісі қазір салбырап бір-біріне тиіндеп тұр. Бағана жел күшейген сәтте осы 4 сым бір-біріне тиіп жарқылдап от шыққан көрінеді. Мына көршілеріміз айтып жатыр, осы жерден от шықты дейді. Қазір желде бір-біріне тиіндеп тұр. Керіле тартылу керек қысымдар негізі. Қазір салбыра көрініп тұр. Қатты жел болса бір-біріне тиіп от шығады ағайындар. Осындай жағдай орын алып жатыр Оразкелді Датқа көшесінде. Өйткені мен осы көшенің тұрғыны ретінде осы видеоны жолдап жатырмыз. Керекті құзырлы органдарға жанама көшелерде, басқа да келесі көшелерде қандай жағдай орын алып жатқан білмейміз, бірақ өз көшемізде болып жатқан жағдайларды қазір түсіріп жатырмыз. Мұқият түрде. Оңтүстік жарықтың адамдар кет. Olma ketme var. Ne isteyimiz? Arızamız yok. Жазамыз. Иә, мына көше полный жиналып жазып жатыр екен ғой. Иә, жазайық. Малашы балғындікі. Күйіп кетті олар екен. Оң компьютері бір қойсын. Иә. Айтсana оларға. Жоқ дейді ғой, брат, свет жоқ қой. Свет жоқ. Басқа болмайын. Иә. 04 жұлдызы күні. 04 жұлдызы күні. Сағат 21:00-де шамасы. Неге бізде светті міне мынау еріп кесіпті. Стереоний тығылып тұрған. Қазір стереонийді тексеріп көреміз қазір. Стереоний тексеріп көреміз. Біздің үйде не күйді көреміз. Мына
еріп кесіпті мынасың. 04.05'e 2023 saat 5'lerde Svet'ten akıl шығып, mana televizorimiz kuyup ketdi. O'tganda da qalinimiz ketgan. Bu jolu televizorimiz ketdi. Svet zamykание bo'layotir. 4 май сағат 8-9 шамасында фильтр күйіп кетті. Басқа да техникалар күйіп кетті. Соларды қазір түсіріп жіберемін. Жағаға күйіп кеткен телевизор ғой. 43-тік LG. Енді мынау майда шүйде зат. Wi-Fi. 2 зарядчик. 10 шақты лампочка. Каждый 600 теңгеден тұрады бұлда. Мынау газовый плита доққа қосылып тұратын. Осы күйіп кетті. Сосын аристонымыз да күйді, пақ етіп атылды. Зарядный устройство күйді. Көрсетпейді мынау,